Сәлем достар, біз бүгін сіздермен экстрапирамидалық жол туралы талқылайтын боламыз. Экстрапирамидалық жол дегеніміз біздің автоматтандырылған қозғалысымызға жауап беретін жолдар. Автоматтандырылған қозғалыс біз үшін мысалы отыру, тұру, жүру деген сияқты. Ал жаңадан туылған нәрестелер үшін 1 жасқа келген кезде жүру енді 1-2 қадам тастайды, олар құлайды, 1-2 қадам тастайды, ал бұл кезде жүру оларға автоматтандырылған қозғалыс емес. Ал кейін нәресте 2 жасқа, 3 жасқа уже бала өскен сайын, ол кезде жүру автоматтандырылған қозғалыс болады. Яғни осы қозғалыстарды қамтамасыз ететін жолдар экстрапирамидалық жолдар деп аталады. Экстрапирамидалық жүйеде 5 негізгі жол бар. Олар трактус тектоспиналис, трактус руброспиналис, трактус вестибулоспиналис, трактус ретикулоспиналис және трактус оливоспиналис. Мына сурет сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Жұлын, сопақша ми, көпір және ортаңғы ми. Трактус руброспиналиске келетін болсақ, бұл ортаңғы мидың мультиполярлы клеткаларынан басталады. Осы ортаңғы мида 2 қызыл ядро болады. Осы қызыл ядродан бастау алып, қарама-қарсы бағытқа өтіп, көпірге, көпірден сопақша миға, сопақша мидан жұлынның бүйір бағанасы арқылы алдыңғы мүйізіне келеді. Осы алдыңғы мүйіз арқылы жұлынның тармақтары мен бұлшықеттерге импульстарды жеткізіп отырады. Ал екінші жолымыз трактус тектоспиналис деп аталады. Бұл көру, дыбыс, есту сияқты қорғаныш қызметтерін атқарады, және ол ортаңғы мидың жоғарғы қорғанынан басталады. Мінекей жоғарғы қорғаны. Осы жоғарғы қорғанынан басталып, ол қарама-қарсы бағытқа өтіп, аралық мидан, ортаңғы мидан өтіп, көпірге келіп, көпірден сопақша миға, сопақша мидан жұлынның алдыңғы мүйізіне келеді. Тура жаңағыдай жұлынның тармақтары арқылы бұлшықеттерге таралады. Бұл трактус тектоспиналис деп аталады. Ал трактус руброспиналис дегеніміз бұл бұлшықеттің тонусын реттеп отыратын жолдар. Ендеше келесі. Мына жерде 5 жол қатар сызылған кезде сіздер түсінбей қалмас үшін мен қалған 3 бөлікті сол жаққа сыздым. Ендеше трактус вестибулоспиналиске келетін болсақ, бұл көпірде роллер және дейтерс деп аталатын көпірдің 2 ядросы болады. Осы роллер мен дейтерс ядроларынан бастау алып, сопақша миға келіп, одан жұлынның алдыңғы мүйізіне келеді. Осы алдыңғы мүйіз арқылы бұлшықеттерге тармақталып, ол жерде қимыл қозғалысқа жауап береді. Ал келесі трактус оливоспиналиске келетін болсақ, трактус оливоспиналис дегеніміз бұл сопақша мидың оливасынан басталады. Мінекей оң жақта және сол жақта оливасы болады. Осы оливасынан басталып, жұлынның бүйір бағанасы арқылы еніп, жұлынның алдыңғы мүйізіне келеді. Алдыңғы мүйізден ары қарай жұлынның тармақтары арқылы бұлшықеттерге импульстарды жеткізеді. Келесі жолымыз бұл трактус ретикулоспиналис деп аталады. Бұл ретикулярлы құрылымнан басталады, яғни мына жердегі тұрған сызықтың бойымен барлық ми бағанының бойында ретикулалар орналасады. Осы ми бағанының бойындағы ретикулалардан басталып, ол жұлынның алдыңғы мүйізіне келеді. Алдыңғы мүйізден жұлынның тармақтары арқылы бұлшықеттерге барып, импульстарды жеткізіп отырады. Экстрапирамидалық жол осы 5 жол арқылы жүзеге асырылады. Сіздермен бірге болған Гүлбану Ғаниқызы. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесі сабақтан бастап сіздермен 12 жұп бас ми нервтарын